Сәлем достар, менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз туралы, арқылы, үшін деген септеулік шылаулары. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Бүгінгі сабақтың тақырыбы после логи, туралы, арқылы, үшін. Атаушы сөздер арасындағы мезгілдік, мекендік, мақсаттық, себептік қатынастарды білдіретін шылаулардың түрі септеулік шылаулар деп аталады. Служебные слова, обозначающие временные, пространственные, целевые и причинно-следственные отношения, называются послелогами. Послелоги стоят после управляемого слова, используемого в определенном падеже. Туралы, арқылы, үшін сияқты жөнінде шылаулары атау септігіндегі сөздерден кейін келеді және өзгермейді. Туралы о, про, арқылы, через, үшін, для, сияқты, как будто, жөнінде, про, о, сочетаются со словами в именительном падеже и не изменяются. Тарихшы қазақ хандығы туралы айтты. Тарихшы, историк, айтты, рассказал, туралы, қазақ хандығы туралы, о казахском ханстве. Әңгіме не туралы? Не туралы, о чем разговор? Жас балалар туралы. О детях. Әрі қарай, бүгінгі мәжіліс жаңа қаржы көзін табу туралы болады. Бүгінгі мәжіліс, сегодняшнее заседание, жаңа қаржы көзін табу туралы. О новых источниках финансирования. Арқылы, через, по. Ұлттық кітапханаға қалай барамыз? Жер асты жолы арқылы барасыз. Ұлттық кітапханаға қалай барамыз? Как дойти до национальной библиотеки? Можно пройти через подземный переход. Өте жақсы, келесі мысал, президент саябағына қалай өтеміз? Мына жол үстіндегі көпір арқылы, көпір арқылы, через мост. Как пройти к президентскому парку? Через этот наземный мост. Келесі, поезд Жайық өзеніне қалай өтеді? Аспалы көпір арқылы өтеді. Как поезд проезжает через реку Жайық? По навесному мосту. Енді үшін деген шылау. Для, за, зачем, из-за деген мағыналарды береді. Сіз не үшін келдіңіз? Вы для чего приехали? Мен үй сұрап келдім. Ал менің көршім ақшалай көмек сұрау үшін келді. Мен үй сұрап келдім дейді. Приехал просить жилье. Ал менің көршім, а мой сосед, ақшалай көмек сұрау үшін келді. Приехал, просить денежную помощь. Келісім шарт не үшін жасалды? Келісім шарт. Договор. Не үшін, для чего жасалады, составляется. Договор для чего составляется? Для чего составляется договор? Міндеттер мен құқықтарды анықтау үшін жасалады. Договор составляется, шарт, міндеттер мен құқықтарды анықтау үшін для определения, обязательств, міндеттер, құқықтар и прав. Өте жақсы достар. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Суреттерге қараңыздар, сөйлемдерді үшін арқылы септеулік шылауларымен толықтырыңыздар. Нужно дополнить предложение после логами үшін арқылы. Мысалы, машина көпір арқылы өтіп барады. Көпір арқылы.
ұшақ Астанадан Мәскеу арқылы, Лондонға ұшты. Мәскеу арқылы, через Москву. Көзілдіріктегі күңгірт әйнек кімдер үшін жасалады, Кімдер үшін, для кого делается, изготавливается дейді. Өте жақсы. Келесі, екінші тапсырма. Арқылы үшін туралы шылаулармен толықтырыңыздар. Нужно дополнить предложение после логами арқылы үшін туралы. Сен жақында киноға бардың ба? Ты недавно, киноға бардың ба? Ходил в кино. Ол не туралы? Фильм о чем, Сіз Астанаға не үшін келдіңіз? Аударып көрсеңіздер болады. Сіз Астанаға, вы в Астану, не үшін, для чего приехали? Емделу үшін. Для лечения. Бұл хабарды қалай алдыңыз? Как вы получили эту новость, Кім арқылы? Через кого? Өте жақсы. Енді үшін туралы шылауларын пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз. Ответьте на вопросы, используя послелоги үшін туралы. Асқар Олжасұлы, сіз қандай мәселемен келдіңіз? Ерлан мырза, осыдан 2 жыл бұрын ет өнімдерін шығаратын шағын кәсіпорын ашқан едім. Сіз қандай мәселемен келдіңіз дейді. Екі сөйлемде түсінікті деп ойлайым. Сөзіңізді бөлгенім үшін кешіріңіз. Можете перевести вот это предложение. Сөзіңізді бөлгенім үшін кешіріңіз. Кәсіпорныңыз тек ет өнімдерін шығару үшін ашылды ма? Өте жақсы. Әзірге солай. Ет өнімдерімен қоса сүт тағамдарын шығаруға болады. Бірақ құрал жабдықтар сатып алу қажет. Ол қажетті шылау, ол үшін несие алу керек дейді. Для этого, несие, кредит алу керек. Нужно брать, нужно оформить. Әрине, кәсіпорынды дамыту үшін немесе туралы несие алғаныңыз дұрыс. Әрине, кәсіпорынды дамыту үшін для развития предприятия несие алғаныңыз дұрыс. Правильно будет, если возьмете кредит. Бизнес жоспарыңыз бар ма? Бар. Міне, сүт тағамдарын шығару үшін немесе туралы. Шығаруға арналған десек те болады. Міне, сүт тағамдарын шығару туралы бизнес жоспар. Өте жақсы достар. Енді келесі 4-ші тапсырма. Туралы, арқылы, қарай, дейінгі көмекші сөздермен толықтырыңыздар. Ертістің ұзындығы неше шақырым? 4331 шақырым. Ертіс қандай облыстар арқылы өтеді, білесің бе? Жоқ. Об этом не знаю. Қалай болады? Ол туралы білмеймін. Ертіс шығыстан солтүстікке ағады. Ол шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарының жері арқылы, батыс Сібір ойпатына қарай ағады. Ал Қара ертіс деген қандай өзен? Айтшы. Зайсан көліне қарай, немесе дейінгі, Зайсан көліне дейінгі ертісті Қара ертіс деп атайды. Рахмет, ертіс туралы біраз білдім. Өте жақсы достар. Енді соңғы 5-ші тапсырма. Нужно дополнить предложение словами туралы үшін.
және аударсаңыздар да болады. Семинарда оқулықтар туралы пікір алысады. Оқулықтар туралы об учебниках, семинарда пікір алысады. Мен базарға тауардың бағасын білу үшін келдім. Қалғанына 3 тапсырманы видеоны паузаға қойып орындаңыздар, аударыңыздар. Қажет таныс емес жаңа сөздерді сөздіктен қараңыздар. Бүгінге осы, достар, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.